Достар, Шығыс шаһары, Өскемен қаласы, Кешеттау, міне біз Мәнеп Ақсақалдан бір сұхбат. Қазір мына бізде қоғамда жүріп жатқан пандемия деп айтамыз, Гонконг гриппі дейді қазір. Көп балалар ауырып жатыр, мына мектептерде кейбір класстарында карантинге кетіп жатыр, 10-15 баладан ауырып жатыр дейді. Және де ересек адамдар ауырып жатыр. Ақсақал, осы бойынша не айтасыз? Және де осы бізде қазақи ем қандай қолдануға болады? Ол енді бұрыннан мынау күзгі суықтың алғашқы суықта көктемдегі бір неменеде екі уақытта өзі тұмау тиетұғын қай уақытта адамға осындай бір тұмау пайда болады. Қазіргі заманда анау біз керек деп айтпаймыз, қазір өзі шынын айтқанда бір әлгі немене дейді, панеме дейме балам анау мынау дейді, ол олай емес. Ол сол бір жалпалам келген тұмау. Ол біреуден біреуге сондай жұғып та кетпейді, бірақ жалпалам келгеннен кейін адамның бәрі үлкенді кішілі ол ауырады, ыстығы көтеріледі, кішкене сондай жағдай болады. Бірақ оған нәгі жаман ауруға жақсы тамақ дейді адам, дегенде атам қазақта. Сорпа суын ішіп, кішкене былай суықты өзін өзі сақтап, жылулыққа алынып, дәрі мәрісін ішіп сақтанса, бір 2-3 күннің ішінде дұрысталып кетеді. Одан бір әлгі төреге айтып төбеге шығатындай бір үлкен дүние емес, ол жалпылам осындай бір уақытында тұмау болады өзі. Қай уақытта оны енді қазіргі заманда енді былай деп айтсақ, қазір өзі ауа да осал, ауамен бірге адам да осал, бірін-бірі көтере алмай қалып та жатыр ғой. Ал енді тау арасында жүретін болсаңыз, ол албатты жоламайды шынын айтқанда. Ол мынау топты жерде осындайдың бәрі болады. Иә, сол үшін қайту керек, ас сударыңызды дұрыстап ішіп, тердеп, былай қарата ыстық бойдарыңызда жібермей, осындай жағдаймен болсаңыздар, әрқашанда аманшылық болады, қорқыныш жоқ ешқашанда. Бұған сол жаңа айтатыныз қойдың сорпасы, қойдың құйрық майы, иә, қазақи ем. Қазақтың сол тегіндегі жаман тұмауға жақсы ас деп айтадық бұрын қазақ. Сол ас сударыңызды дұрыстап ішсеңіздер, қазіргі заманның бала шағадары, бала ұсақтары, енді үлкендер сорпа суын ішер-ау, жастар сорпаны қойып, бір жапырақ майды көрсе жүрегі айнып құсатын болады. Ол олай емес. Әлі ас судан еш уақытта қашпау керек. Техникадағы майды, техниканың өзі маймен жүреді ғой, адамды қойып. Ішкі құрылысында майдың бір айланбасы болмаса, ол адамда сондай